Ірімшіктен брынза жасайын деп жатырмын. Мынандай пепсин деген порошок. Осы шелегім менің 10 литрлік. Осы 10 литрлік сүтті ұйыту үшін өз мөлшерімен мына осы жетеді. Ірімшікке ешқандай градусниктің қажеті жоқ. Мына дәл осылай ұйытқымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жарты сағатта қазір ұйып қалады. Мына 40 градус болды. Пепсинімізді құямыз. Жаққа қоямыз. Ірімшігім ұйыды. Зернышкалары бетінде мынандай сывороткасы. Газге қоямыз. Орта отқа қоямыз. Оның секреті бар. Төртке бөлеміз. Формасын өзін сақтау үшін астын бір-бір, мына көрдіңіздер ме? Сывороткасынан ажырап қозғалды. Қазір отқа жабыспайды. Бір қайнағанша тексеріп қоямыз. Брынза тоже самое. Енді менде мынандай пышақ менен кубиктап ішінен кесемін. Сывороткасы оңай, әдемі ажырау үшін, арасындағы кесілген кездегі түрі әдемі болу үшін тағы да кесеміз. Ситаменен былай аламыз да душлагымызға саламыз. Осылай салдық. Формамыздың ішінде 15 минуттай тұрады. Бір қайнағанша кішкене апасына астына жабысуы мүмкін. Осылай баяу отта 4-5 сағат қайнайды. Осылай екінші бетіне аударамыз.